Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен жеңіл, хош иісті және тәбетті ажатын осындай корейский сәбіз салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз, барлығын ұзынша етіп. Өзектерін қалдырамыз. Мінекей, енді екінші сәбізімізде тура осылай үккіштен өткізіп аламыз. Енді ол сәбізіміздің үстіне 1 шай қасық тұзымызбен 1 шай қасық қантымызды қосып, барлығын қолымызбен езіп жақсылап араластырып алатын боламыз. Сәбізіміздің суы шыққанша енді балғын қиярымызды осылай ұзынша етіп турап аламыз. Қалауыңызша аз көк қоссаңыздар да болады. Енді үккіштің осы бөлігінен чесногымызды майдалап өткізіп алатын боламыз. 3 тішесінде осы бөліктен өткізіп аламыз. Енді для морковь деген осындай заправкамызды барлық бөлігін салатымызға қосып, үстіне қызып тұрған сұйық майымызды құйып алып, қолымызбен жақсылап араластырып алатын боламыз. Свежий сәбізбен қиярдың сергіткіші дәмі, сарымсақ пен корей демеушінің үйлесімі тамаша нәтиже берері анық. Сіз де осы салатты жасап отбасыңызға ұсынсаңыз болады. Егер де жасаған болсаңыз, комментарий астына жаза кетіңіздер. Рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыз.